Ассаламу алейкум, құрметті ханымдар. Бұл біздің алғашқы сабағымыз. Бұл горянка екі тігісті, ең бірінші горянкамыздың түрі. Бұл жерде мен осындай Калифорния трикотаж матасын пайдаланатын боламын. Вставкасына осы матаны алуға кеңес беремін. Егер де сіз мына астыңғы бөліктерін басқа матадан тігетін болсаңыз, ол болады, яғни осыған түстес етіп алуыңызға болады, және толықмен осы Калифорния матасынан да тігуіңізге болады. Так, бізге бұл жерге горянкамызды тігуге 2 метр. Калифорния матасы қажет болады, және түстес жібіміз. Мен бұның барлығын оверлокпен тігетін боламын, сол себепті маған бұдан 5 керек. Егер сіз бұл жерде түзу тігіспен тігетін болсаңыз, біреу жеткілікті болады, но оверлокпен тікеніңіз дұрысырақ. Енді біз сіздермен лекала сызуға көшеміз. Смотрите, мен бұл горянкамызды осындай масштабный линейкамен сызатын боламын. Масштабный линейка дегеніміз, смотрите, мынау менде 1 сантиметр. Осы 1 сантиметр менде 4 бөлікке бөлінген, яғни 1/4 деген масштабтағы линейкамыз. Енді бұл сіз өзіңіздің деталіңізді обойға, ватманға, А4 форматтарды бір-біріне жапсырып, сразу үлкен вариантта не істеп алсаңыз, сызып алсаңыз болады, ол сізге удобнее болады. Ал мен үлкен ватманға сызып көрсеткеннен гөрі, маған осылай масштабный линейкамен сызып көрсеткен жеңілдірек. Сол себепті смотрите, ең бірінші бізде жаңағы горянкамыздың маңдайы бар және иек жағы бар. Біз бастапқыда судан бастаймыз. Бірінші мен мына жоғары жақтан төменге қарай көмекші сызық жүргіземін. Көмекші сызық міне жоғары қарай, примерно ол 20 сантиметр. Мен мына жерде егер 20 деп алып атсам, міне көрдіңіз ба? Мен мына жақта 20 деп алып атырмын. Ол менің линейкамда міне 20 сантиметр көріп тұрсыз ғой, ал сіздің линейкаңызда ол мына жақта болады. И ол нормально да. Мен қазір кішкентай масштабты түрінде көрсетемін, сіз қарапайым түрде тіге бересіз да. Міне көмекші сызық ретінде мен 20 сантиметрді алдым, және осыдан оңға қарай тағы да бір көмекші сызық жүргіземін. Ода өлшем жоқ дейік. Енді осы жоғары жаққа өлшем жүргізген кезде біз мына нүктеден жоғары қарай 12 сантиметр өлшейміз. Міне менің 12 сантиметрім точка қойдым, яғни белгіледік. Енді астыңғы сызықтан, екінші көмекші сызығымыздан біз сызамыз 15 сантиметр. Мінекей менің 15 сантиметрім, және осы жерге мен өзімнің линиямды қойып, белгілеп қойдым. Енді қараңыз, осы 15 сантиметрді өлшеген жерімізден біз аламызды мына жаққа қарай, оңға қарай 1,5 сантиметрді өлшейміз. Бұлай бізде астыңғы жаққа қойып кетем, 1,5 сантиметр. Осы 1,5 сантиметрден жоғары қарай мына сызыққа перпендикуляр етіп біз түзу сызық түсіреміз, бірақ пункттермен. Бұлай. И мына жақта бізде 6 сантиметр. Көрдіңіз ғой? Енді біз сізбен осы 1,5 сантиметрмен жоғары көтерілген 6 сантиметрді және мына жақта белгілеген 15 сантиметрімізді осындай қиғаш сызық ретінде қосамыз. Қостық. Енді смотрите, бізде не бар? Бізде бар мына жерде 12 сантиметрлік биіктігіміз, және осы жерді біз сізбен аламызда доғал сызықпен от руки прям қолмен қосамыз. Ол бізде дәл осындай болады. Мінекей біздің горянкамыздың маңдайы дайын. Енді бұл жерде бізде еще иегі бар. Яғни өзіміздің иегімізде тұратын жер. Бұл жерде бізде, смотрите, дәл мына бір линияға, соның қатарында біз түзу сызық жүргіземіз. Ол бізде тоже көмекші болып саналады. Осы көмекшімізден ең астыңғы бөлігі бізде 19 сантиметр болу керек. Яғни мына нүктеден бастаймын, бұлай оңға қарай мен 19 сантиметрді өлшеймін, және мына жерге мен 19 деп жазып кеттім. Мына екі бөлік бізде 19. Енді смотрите, осы 19 сантиметрімізді өлшеп алдық. Енді осының екі жақ шетінен 2 сантиметрден қосамын, бірақ мен оны пункттермен қосам. 1, 2, 3, мына жерде міне
2 сантиметр. Көрініп тұр ма? Және келесі 19 сантиметрге мына жерден 2 сантиметр өлшеймін. Бұл жерде уже пунктир не получится. Мінеке 2 сантиметр деп белгіледім. Енді осы белгілеген пункттерімізден біз жоғары қарай өлшейміз 6 сантиметр. Мына жақта 6 болды и мына жақта да 6 болады. 6 болды. Және келесі мына бөлігімізден жоғары қарай біз 6 сантиметрді пунктирмен түсіреміз. Мына жер бізде 6, мына жер бізде 6. Енді осы белгіленген 6 сантиметрімізді екеуін бір-біріне қосамыз. Ол болады бізде бұлай. Міне көрдіңіз бе, қосылды. Енді біз мына 2 пунктирмен белгіленген және мына 19 сантиметрді пунктирмен белгіленген және мына 19 сантиметрді бір-біріне осылай қосып аламыз. Біздің егіміз дайын болды. Смотрите, енді бұл жерде сізге сразу түсінікті болу үшін бізде сгиб болады, яғни матаның бүктелген жері. Бірінші сгиб менде мына жерде болады, міне мен жаздым. Ал маңдайымыздағы сгиб мына жерде болады. Плюс еще мына жерде болады. Бұл бізде 4-ке бүктеледі. Яғни мына бұйымды пішкен кезде біз матамызды 4-ке бүктейміз. Кеттік. Ал мына жерде болса матамыз тек қана 2-ге бүктеледі. Болды. Біздің бұйымымыздың маңдайы мен егі дайын. Енді біз сізбен не істейміз? Біз сізбен аламызда химарымыздың основасын тігеміз. Бұл жерде двухшовный неміз жүрген жерде, горянка жүрген жерде біздің химарымыздың астыңғы бөлігі тоже двухшовный болады. Алдыңғы бөлік пен артқы бөлік, соны біз қазір сызамыз. Смотрите, мына жақтан мен төмен қарай сызамын, көмекші сызық. Ол көмекші сызық бізде артқы бой мен алдыңғы бой болуы мүмкін. Мысалы, мына бөлікті мен 50 сантиметр деп алдым да, алдыңғы бойымыз. Және мына үстіңгі нүктеден бұлай қарай мен аламын 16 сантиметр. 16. Енді, смотрите, осы жерде 16 бар. Осы жерден біз бұлай қарай қанша сантиметрдегі ширина керектігін анықтайтын боламыз. Бұл жерде обычно сіздің жаңағы химарыңыздың кеңдігі қандай болғанын қалайсыз, соған байланысты болады. Мысал ретінде бүктелген күйінде бізде ұзындығымен алатын болсақ 75 болуы мүмкін. Яғни егер бұйымның жаңағы стандартты өлшемі матаның ұзындығы 150 болатын болса, 150-ді 2-ге бүктесек, ол бізде 75 сантиметр болады. И осы жерден біз тоже 75-ті алуымызға болады. Мен қазір примерно сізге осылайынан көрсетемін, бірақ сызу барысында бұл 50 болуы мүмкін, 60 болуы мүмкін, 70 болуы мүмкін. Ол сіздің матаңыздың жеткеніне байланысты. Яғни мына жер бұл бізде химарымыздың ширинасы. Бұл жаңағы айтқанымдай 50, 60, 70 сантиметрге дейін кете береді. Енді мынау алдыңғы бойдың ұзындығы, осы жерде ұзындықпен мына бір нүктені бір-біріне произвольно қосамыз. Мына жерде 16 бүктейміз, осы жерден примерно ортасынан біз былай қарай 50, 60, 70 сантиметрді өлшеп аламыз, мына екеуісін бір-біріне қосамыз. Бұл жерде конкретный өлшем жоқ, потому что мен сіздерге осыны жаңағы не ретінде көрсеттім, пример ретінде. Бұл бізде алдыңғы бой. Енді артқы бойды көрсетемін. Артқы бойда тоже бір көмекші сызық алдым, бірақ бұл ұзынырақ болады. Бұл 75 болуы мүмкін, 80 болуы мүмкін, 1 метр болуы мүмкін, артқы бой әртүрлі. Үстіңгі бөлігіміз бізде болады тоже 16 сантиметр. Бұл стандарт. 16. Енді қараңыз. Артқы бой сіздің матаңызға, оның жаңағы расходына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Бұл жерде біз мысалға артқы бойымызды как минимум 80-нен 150-ге дейін бара беруге болады.
ұзын жилбаптар болатын болса, ол 150-ге дейін шығады. Нормальный средний хижабтар болатын болса 1 метр болады. Қысқалау қалайтын болсаңыз, онда 80 сантиметрге баруыңызға болады. Енді мынаумен, мына біреу ширинамен, мына біреу ширина всегда алдыңғы бой мен артқы бой всегда бір ширинада болады. Яғни мына жақ бөліктің барлығы бірдей болады, тек қана ұзындықтары әртүрлі болады. Енді біз аламыз да мына алған ширинамызды мына жаққа қарай түсіреміз. Мүмкін сіз 50 алдыңыз, мүмкін 60, мүмкін 70 алдыңызда сол любой ширинаны аласыз да мына жаққа түсіресіз. Және осы түскен нүктеден мына 16 сантиметрмен былай қарай қосамыз. Осы үшбұрыш қосылды. Үшбұрыш қосылғаннан кейін біз осыны аламыз да төмен қарай қанша ұзындық алдық, 70, 80, 90, 100 болуы мүмкін. Соның барлығын бір-біріне осылаймен қосамыз. Сонда, смотрите, мынау 1 деталь, 2 деталь, 3 деталь, 4 деталь, осы детальдарымыздың барлығы бізде осы двухшовный горянкамыздың детальдары. Так, смотрите, мен өзімнің детальдарымды осылай қағазға қиып алдым. То есть бұл менде иншаллах не ретінде қалады, макет ретінде қалады. Біз сізбен қазір осының барлығын пішетін боламыз. Ол үшін бізге ең бірінші осы матамыздың алдыңғы бой, артқы бой және алдыңғы бойын, яғни астары мен бетін анықтап алу керек болады. Смотрите, бізде мына жерде кромка дейтін нәрсе болады. Кромка ол бізде ұзындықтың бойымен жатады. Яғни мынау бізде ұзындығы, ал мынау ені. Біз бұл бұйымымызды енімен пішетін боламыз, себебі бізге мына беткі бөлігімізге осының қаттырақ созылатын жағы керек болады. Енді қараңыз, мына мен матамның беті, мына менің матамның астары, мен бұның енін анықтап алдым. Бұлай қарасаңыз да, міне ұзындық қатты созылмайды, ал ені болса жақсы созылады. Енді біз сізбен қазір осы жерде бұйымымызды лекаласын орналастыратын боламыз. Ол үшін жаңағы төртке бүктейміз деп көрсеттім ғой. Осы жерде, смотрите, маңдайшаңымызды орналастыру үшін міне менің матамның ені басқаша қоймаңыз, міне матаны бір бүктедім. Осы жерде ширинам сыйып тұр, биіктік сыйып тұр, значит нормально. Біз осы жерде тағы да бір рет бүктеу керекпіз. Аламында мына жақ бөлікке қарай тағы да бір бүктеймін. Көрдіңіз ғой? Бүктелдім. Осы вот бізде төртке бүктелді деген сөз. Менің лекаламды мен орналастырамын. Смотрите, орналастырған кезде де мына жерде сгиб, мына жерде сгиб болу керек. Сонда мына жағда да бүктеліп тұр керек, мына жағда бүктеліп тұр керек. Сонда біздің бұйым былай түседі, көрдіңіз ба? Тура осылай түседі. Мына жаққа да жазып қоямын. Сгиб и сгиб. Смотрите, дәл осылай болып түсу керек. И бізде бұл жақта тігіске де 0,5 беретін боламыз, иншалла. Себебі бізде тігісімізде бар, оны да ұмытпаймыз. Мынау менің маңдайшамның төменгі жағы, яғни мұрдыма қарай кететін жағы, ал мынау төбеге қарай, басыма қарай кететін жағы. Мен осыны аламын да тура осылай орналастырамын, бұрышты бұрышқа келтіреміз. Міне тура осылай, мына жақта бір бүктелген, мына жақта бүктелген. Енді осы дүниенің барлығын мен аламын да қазір сызып аламын. Смотрите, 0,5 тігіске қалдырамыз. Бұл 0,5 бізде міндетті түрде мына жақ бөліктен қалу керек. Егер бұл артық болып жатса, қиып алып тастаған жеңіл. Чем егер сіздің бұйымыңыздан жаңағы деталіңіз кішкентай болып қалып, сіз оны қайтадан пішіп отырғаннан көрі, лучше мына жақтан қаласаңыз 1 сантиметр қалдырыңыз, немесе мен сияқты 0,5 қалдыруыңызға болады. Міне, мен лекаламды осылай айналдырып сызып аламын, және де мына матаны көтермей қиып аламын. Все, бұйымды пішіп алдық. Енді смотрите, осы жерде мен сразу аламында бұйымның үстіңгі жақ бөлігін отметка жасаймын, яғни тура ортасын мынаны бір-біріне келтіреміз. Дәлме-дәл етіп, көрдіңіз ғой? Осы жерден отметка қоямыз. Кішкентай ғана насечка. Насечка деген осы болады. Кішкентай ғана бүйтіп тіліп жібереміз. Сол кезде біз уже бұйымымыздың ортасы қай жер екенін анық білетін боламыз. И тағы да бір метка қоямын.
мынау менде бұйымның арты деген сөз, ал мынау болса бұйымның беті. Потому что Калифорнияда иногда табылмай қаласың, особенно қара цветті мата болатын болса. Так что біз жаңа кромкамызбен анықтадық қой, қайсы беті, қайсы астар екенін. Сол үшін сразу метке қойып кетемін. Мені көрдіңіз ба? Осындай етіп қойдық. Енді иегімізді пішеміз. Бұл жерде тоже самое. Мынау менде матаның ұзындығы. Міне жаңа мен иек маңдайымды қиып алған жерім. Енді осы мынау менде матаның беті, мынау астары. Енді мен өзімнің лекаламды аламын да мына жаққа орналастырамын. Смотрите, бізде астыңғы бөлігінде тұрады, яғни мына жақ жерде аз жақ, көрдіңіз бе? Мынау бізде широкий жағы, мынау аз жағы. И біз осы жерге мына сгибімізді орналастырамыз. Және тігіске 0,5 қалдырамыз да. Даже бір болып кетті. Астыңғы бөлігінде қалдырмай асаңыз да болады. Мына жақтан да 0,5 қалдырамыз. Және деталімізді пішіп аламыз. Смотрите, деталіміз дайын. Осы жерде мен астарын белгілеп кетемін. Енді бізге негізгі алдыңғы бойымызды және артқы бойымызды есептеп пішу керек. Алдыңғы бой мен артқы бойды пішпестен бұрын мен сіздерге бір нәрсені түсіндіріп кетейін деп жатырмын. Бұл матаның жаңағы расходын қалай есептейміз. Например, біздің матамыздың ұзындығы болады және ені болады. Біз Калифорния матасын алып жатырмыз. Бұл Калифорнияның ені бізде 1,70 болып жүреді. Смотрите, қазір мен примерно көрсететін боламын сізге түсінікті болу үшін. Егер біз бұл жерде 2 метр матаны расходқа аламыз дедік, чтобы бізде кең болып шығу үшін. Егер одан кішірек қылдырып алам десеңіз, 1 метр матадан да дәл осы формуламен шығаруға болады. Смотрите, мына жерде менде ені делік 1,70 Калифорнияныкі, и көп трикотаждардікі солай болады. И мына жақта бізде 2 метр 200 сантиметр дейік, 1,70 2 метр. Енді бізге мынаның, смотрите, мына бұрышпен мына бұрышты қосып бір ғана квадрат қалдыру керек. Смотрите, например, мен мұнда линейкамен өлшегенде 12 сантиметр деп қалдырыппын. И мына жаққа да мен 12 сантиметр деймін. Біз 2 метр аламыз, сонда енінен алып тастағанда бізде 30 сантиметр қалады. Сонда қараңыз, мына жерде 1,70 болады. И мына қалған 30 сантиметрден біз жаңағы маңдайымызды және иегімізді пішеміз. Осыдан пішіп шығарамыз, қалғаннан боны жасасаңыз да болады. Енді біз бұйымды пішкен кезде мына бұрыш пен мына бұрышты бір-біріне былай аламыз да түйістіреміз. Сол кезде бізде мынандай 3 бұрыш шығады. Менде қазір дәу раскроенный стол жоқ, чтобы сіздерге прям бет көрсету үшін. Сол себепті мен сіздерге қағазға көрсетіп жатырмын. Бүктедік және мынаны қазір екіге бөлеміз. Ол қалай? Міне көрдіңіз бе? Мен мына жақта ошибочно алдым да 1,5 метр ғана алдым. Сол себепті менде мында излишектер шығып тұр. Егер де сіз 2 метр мата алып 30 сантиметрін жаңағы иегімен маңдайына құртатын болсаңыз, онда сізде прям идеально болып шығады. Мен мынаны жаңағы шаршы қылдырып бір-біріне қостым және мына екеуін бір-бірінен қазір ажыратам, яғни ортасынан кесем. Мінекей менің екі деталім. Смотрите, мен бұны екеуін бір-бірінен екіге бөлдім. Енді екіге бөлінген бұйымдарды тағы да екіге бүктейміз. Смотрите, 3 бұрышты бір-біріне қосып бүктедім. Менде осындай тік-төрт бұрыш шықты. Енді осы жерге біз өзіміздің лекаламыз бойынша сызбамызды жүргіземіз. Мынау бізде бұйымның жоғарғы жағы, яғни бас жағымыз. Осы жер бізде 16 сантиметр болады. Осы жерді мен 16 сантиметр деп өлшедім. Енді қараңыз, мына жақта біз ширинаны өлшеу керекпіз. Мына жерде байқасаңыз, менде тура осындай болып шығады. И мен бұны максимальный длинасын және максимальный ширинасын сақтап қалғым келеді. Қазір сізге айтамын. Осындай ұзын линейкамды алып, и мына жаққа келтіремін. Сонда мен бұл жерге ширинасына
беріп тұрмын 55 сантиметр болады. Мен егер мына жаққа келтіретін болсам 55 сантиметр. Мына жерден былай қарай 55 сантиметрді өлшедім және сызығымды түсірдім. Енді мына 16 сантиметр мен мына екеуісін бір-біріне қосамын. Мінекей линияларым қосылды, ал артқы ұзындығы болса менде ровно 1 метр болып шықты. И бұл маған жеткілікті. Смотрите, бұл жерде егер сізге химардың арты там дөңгелек болған ұнаса, яғни шеңбер сияқты, сіз аласыз да мына жақтан бастап сызығыңызды жүргізесіз де дөңгелетіп қиып алып тастайсыз. А мен, наверное, осылай қалдырамын. Көреміз үшін. Если понравится, осылай қалады, если не понравится, то қиып алып тастаймыз. Енді бұнау менде артқы бой, біз алдыңғы бойды жасау керекпіз. Алдыңғы бойды жасамастан бұрын біз мына бір үшбұрышты қиып алып тастаймыз. Мінекей біздің артқы бойымыз дайын, енді алдыңғы бойды пішеміз. Енді алдыңғы бойымыз, алдыңғы бойда, смотрите, бұл жерде тоже самый. Міне бізде бүктелген жері, так, көрінбей қалды. Мына жер бізде бүктелген, осы бүктелген жерден біз жоғары қарай түсіреміз 16 сантиметр. Осы жерде түсірдік. Енді алдыңдағы бізде ширинамызды есімізге түсіреміз. Ол бізде 55 сантиметр болды. И осы жерге мен сантиметрмен немесе линейкамен дәл осылай түсіремін да 55 сантиметрді іздеймін. Міне менің 55 сантиметрім көрдіңіз. Көрдіңіз, енді мен осы жерге түзу сызық түсіремін. Осы түсірген 16 сантиметріміз бен 55 сантиметріміздің ортасын қосамыз. Міне біздің үшбұрышымыз шықты. Енді, смотрите, менде бұл жерде матамның расходы тек қана 65 сантиметрге ғана жетеді. Қалған жақ бұрышында менде қиындылар бар. Сол себепті мен полный длинаны ала алмаймын. Егер де сіздің ұзындығыңыз прям үш бұрыштың соңына дейін жететін болса, онда ұзын етіп ала беруіңізге болады, либо қысқа етіп, оны әркім өз желаниясына байланысты. Мына жерде менде примерно 65 сантиметр. Осы жерді өлшедім және мына жақты мен аламында бүйтіп доғалдаймын. Міне. Бұл менің химарымның алдыңғы бөлігі, бұл жер менде бүйтіп доғал болады. Енді біз осының барлығын пішіп аламыз. Мінекей біздің алдыңғы бойымыз, смотрите, осындай болып шығады. Енді біз сізбен аламыз да. Осы жерде не істейміз? Артқы бой мен алдыңғы бойды салыстырамыз. Артқы бой мен алдыңғы бой бізде мына жақ бөлігі және мына бөлігі бірдей болу керек. Мынау бізде жан тігістері, ал мынау болса маңдайымыздағы тігістер. Алдыңғы ұзындық пен артқы ұзындық әртүрлі бола беруіне болады. Енді біз сіздермен осының барлығын бір-біріне жалғаймыз. Қараңыз, біз детальдардың барлығын пішіп дайындап алдық қой. Еще бұл жерде біз астарлардың барлығын белгілеп алдық. Енді бізге осының барлығын бір-біріне жалғау керек болады. Ең бірінші маңдайымыздағы иегіміздегі детальдан бастаймыз. Бұл жерде, смотрите, бізде осындай интересный фигура шығады. Біз осы жерде мына екеуісін бір-біріне түйістіреміз. Бақылаңыз, смотрите, бетіне қаратамыз. Менде метка мына жерде және мына жерде. Яғни астарлары екі жақ шетке қарап тұрады. Біз матаны бетіне орналастырамыз және екі жақ шетінен аламыз да инелейміз. Міне мен инелеп алдым. Смотрите, екі жақ шетте де маңдайымыз бізде кішкене үлкенірек жүреді. Тарсылдағанға мән бермейміз, ол мен өтігін қызып жатыр. Ол солай қызады. Смотрите, тігіс жүргіземіз. Осы моментте сіз мына екі жақ шетті алып, көктеп алып, өзіңіздің маңдайыңызға, яғни бетіңізде өлшеп көруіңізге болады. Деталь кішкентай емес па, үлкен емес па деген нәрсе. Әркімнің бетінің пішіні, яғни көлемі әртүрлі болады. Кейбіреулердің маңдайы кең, кейбіреулердің беті кішкентай, сондай болады адам табиғатына байланысты. И аласыз да бірінші көктеп аласыз, өзіңіздің бетіңізге өлшеп аласыз. Егер нормальный болып шығып жатса, онда нормальный ала бересіз. Негізінде мен сіздерге стандартты көрсетіп тұрмын да, көп адамға келе беретін размерді. Біз қазір аламыз да мынаны тігеміз. Тіккен кезде пряма строчка, яғни қарапайым машинканың көмегімен тігуіңізге болады, немесе оверлокпен тігуіңізге болады. Мен 5 шепті оверлокпен тігемін, маған солай жеңілдірек. Енді, смотрите, менің инем тура мына бір нүктені көріп тұрса, бізде мына жақта үш бұрыш болып тұр ғой. Осы жерде мына жаққа келіп тоқтау керек деп, былай қарай бұрыламыз. То есть мына бір форманы бізге жоғалтуға болмайды. Қазір екі жақ шетін тігіп, сосын көрсетем. Міне мен екі детальді қостым.
Ол бізде осындай болады. Қараңыз, мен пятинитканың тігістері осындай болып жүреді. Біздің формамыз жоғалған жоқ. Мені көрдіңіз ба? Үш бұрыш болып келеді. Енді біз сізбен осының барлығын үтіктеу керекпіз. Үтіктеген кезде біз мына тура ортасы бар ғой, осы жерге бір припускты жоғары, бір припускты төмен қаратамыз да, мынаны тура осылай бір-біріне беттестіреміз. Бұл бізге не үшін? Бұл бізге мына жақ шеттегі қалыңдықты жою үшін. Егер сіз екі припускты бір бағытқа қарататын болсаңыз, мына жерде сізде қалыңдық пайда болады, и ол әдемі емес. Сол үшін біз қазір үтікке барамыздан бұлайнан қоямыз. Мына тура ортасын таптық. Мына припускты жоғары қаратамыз, мына припускты төмен қаратамыз да тура осылай үтіктейміз де бір-біріне қосамыз. Міне мен припусктарым екі жақ шетке қарап үтіктелінді. Енді мен аламын да тура осылай бүктеймін, көрдіңіз бе? И мына жағы бір-біріне дәлме-дәл келеді. Екінші жақ шетін мына жақ жылжып кетпеу үшін инемен бекітіп қоюға болады. Қазір мына жерде тағы да бір үтікпен басамыз, сол кезде барлығы өзінің формасына дұрыс келеді. И екінші жақ бөлігі мынаны жоғары, мынаны төмен үтіктедім. Енді аламын да осылай мен бүктеймін. Екі припуск екі жаққа қарап тұру керек. Бұл технология пошива. Енді күшті екен. Енді аламыз осы жерді. Инелеп аламыз, чтобы жылжып кетпеу үшін. Міне. Көрдіңіз бе? Мына жақтарда бізде еще мына екеуісі дәл келу керек. Енді формамызды қараймыз қалай шыққанын. Міне, смотрите, бізде осындай. Өте әдемі. Мына жақты бір-біріне дәлме-дәл келтіреміз. Сонда біздің горянкамыздың маңдайы дайын. Аламыз да қазір тура осылай жатыр ғой. Осыны аламыз да біз үтіктейміз, чтобы в конечном итоге біздің формамыз жақсы жату үшін. Мына жақта жаңа қиылған жерді срездарды бір-біріне келтіріңіз. Қазір мен үтікке барған кезде осыны дұрыстап келтіріп аламын. Сіз прям дәлме-дәл қалдырып етесіз да, осыдан тағы да бір үтіктейсіз. Так, қараңыз, мен үтіктеп дайындап алдым. Мына инеленген жер осылай тұра берсін, онда ешқандай қиындық жоқ. Енді бізге мынау модельдеріміз бар. Яғни алдыңғы бойы мен артқы бойымыз бар. Осы екі детальді бір-біріне қосу керек. Ол үшін біз маңдай жағын табып аламыз. Міне алдыңғы бойымның бас жағы. Бұл менде осылай жатады. Енді екінші жағы, яғни артқы бойымның маңдай жағын тауып аламын. Артқы бойымның маңдай жағы, осыны аламыз да бір-біріне беттестіреміз. Беттестірген кезде, смотрите, біз тігісті екі жанын жүргіземіз. Мына жаққа тиіспейсіз, екі жанына тігіс жүргіземіз. Осындай еді. Біздің мына бойымызбен, алдыңғы бойы мен артқы бойдың жан тігістері бір-біріне дәлме-дәл келу керек. Осы жерге инелеп алсаңыз болады. Бұл тігісті қарапайым машинкамен жүргізуіңізге болады, оверлокпен жүргізуіңізге болады. Үшін өзіңіздің қалауыңызда, қолыңызда не бар. Даже қолмен тіккен қыздарда болған, қолмен тіксеңіздер де болады. Біріншіге. Смотрите, тігістерімді жүргіздім. Міне мен химарымның бас жақ бөлігім. Бұл жақ созылуы мүмкін, сол үшін ештеңені тартқыламай тігеміз. Енді мен осы припусктарымды аламын да бір жақ шетке қаратып үтіктейтін боламын. Яғни менде мынау тігісімнің артқы бөлігі, мынау алдыңғы бөлігі аламын да осыны бір жақ шетке қарап үтіктеймін. Үтіктеп алдым. Енді қараңыз. Біз осы алдыңғы бойымыз бен артқы бойымыздың ортасын табу керекпіз. Ол үшін мына екі тігісті бір-біріне түйістіремін. Одан кейін мына бүктелген жерді, смотрите, мына жерде менде ортасы. И осы жерге кішкентай насечка қоямын. Оғылдырып кешір жүрмеңіз. Потом новый деталь қою керек болады. Тігісті тігіске келтірдім.
тура ортасын табамын. Міне. Хоп, дайын. Енді бізге алды мен артын анықтап алу керек. Мен анықтап алдым. Мынау менде артқы бой, мынау алдыңғы бой. Біздің мынау маңдайшамыз. Бұлай орналасады. Біз тігістерді келтіріп алайық. Маңдайы, смотрите, тура осылай мына жерге орналасады. Даже былай қарасаңызда, смотрите, барлығы бір-біріне идеально түйіседі. Туп-тура келіп тұр. Мына тігіс пен мына тігіс бір-біріне дәл келмейді. Ол жерді дәл келеді, ау деп үміттенбей ақ қойыңыздар даже. Енді біз мына нені гаранканың маңдайын жасаған кезде бұның ортасын тауып кеткен болатынбыз. Насечка қалдырып кеттік, если вы помните. Осы насечкамыз осында. Көрдіңіз бе? Енді біз осы насечкамызбен мына артқы бойдың жаңағы белгілеп кеткен белгімізге дәлдейміз. Бұл бізде туп-тура осылай түшу керек. Көрдіңіз бе? Екі насечка бір-біріне дәл келеді. И мен аламын да қазір осыны инелеймін. Міне, главный осы маңдайы дұрыс келсе, қалған жақтары уже өз формасына жатады, иншалла. Так. Енді мына закругленный жерлері болады бізде, маңдайымыздың мына дөңгеленген жерлері бар. Осы дөңгеленген жерлерге инені біз жиі етіп орналастырамыз. Не үшін? Осы жерде тігіс жүрген кезде барлығы ровно жату үшін. Тегіс жақтарға уже кішкене сирек етіп бекітуге де болады. Смотрите, мен барлығын инелеп дайындап алдым. Барлығы бір-біріне дәл и ровненько келіп тұр. Енді бізге осы моментте өзіміздің резинкамызды орналастыру керек. Бұл жерде бізде резинканың ені 2,5 см, ал ұзындығы болса адамның басының көлеміне байланысты болады. Мысалға, үлкен объемды, мысалға, кең денелі адамдар болатын болса, онда олар 26 см алуына болады. Қарапайым бет жүзі болатын болса, онда 24 см етіп алуыңыз. Стандартты осындай резинкалардың, мысалы стандартты химарларға бұлындай резинканы біз 28 см етіп аламыз. Алдыңғы сабақтардан сіз көрдіңіз. Енді біз қазір осыны орналастыратын боламыз. Ол үшін мен резинканы екеуін бір-біріне жалғаймын және орналастырған кезде мынау біздің гаранкамыздың сызығы бар ғой. Осы сызыққа бүйтіп дәлдеймін. Міне мен дәлдедім бір рет. Осы жерді мен инелеймін. Екіншісін осыған келтіремін, және екінші тігіс бар ғой, міне екінші гаранка, екінші жақ шеті, осыны осы жерге келтіремін, және біздің резинкамыз прям ровненько түсу керек. Тура осында алып келесіз. Егер қазір көктегеннен кейін бір өлшеп көресіз. Егер сізге ыңғайлы болатын болса, тура осылай қалдырасыз. Ыңғайсыз болатын болса, сәл көтеруіңізге де болады. Қарапайым химарларда біз обычно бұны мына тігістің астына орналастырамыз, бірақ бұл гаранкаларда менің ойымша осы жерде тұрғаны ыңғайлырақ. Смотрите, міне. Енді біз осының барлығын тексеру керекпіз. Каждый тігіс бір-біріне сәйкес келу керек. И алдыңғы бой мен артқы бойдың да дәл ортасы тура келу керек. Смотрите, мені. Ортасын таптық. Осымен бір-біріне дәлдеп отырып келтіреміз. Мені біздің химарымыздың тігісі тура, смотрите, мені тігіс және астында тігіс. Екі тігіс бір-біріне сәйкес келді. Келе жатырмыз резинкалар. Резинкамыздың міне ештеңені тартпаймыз, созбаймыз, е? Міне алдыңғы тігіс. Тігісті тігіске келтірдік. Резинка дәл келеді және астыңғы жақ шетте осындай болып келеді. То есть барлығы бір-біріне дәл. Енді осы жұмыстың барлығын біз айналдырып көктеу керекпіз. Мінеке, самый обычный ине, ұзын қолдарып сабақтап алдым. Көктеу бұл сіздің жұмысыңыздың 30% жеңісі деп санай берсеңіз болады. Себебі сразу тігіп шығатын болсаңыз, міндетті түрде сдвиг болады. Сол үшін көктеуге ерінбейміз. Мына 3
слой бір-біріне дәл келу керек. И мына жақта резинкамыз. Резинканы тіккен кезде бүйтіп 2-3 рет осылай жүргізіп алыңыз, чтобы жылжып кетпеу үшін. Туп-тура осындай 1 сантиметрлік қашықтықта аламыз да айналдырып көктеп шығамыз. Смотрите. Көктеп алдым. Енді мына біреу иненің барлығын алып тастауымызға болады. И осы моментте сіз тексеріп алсаңыз болады. Яғни мерка жасап көруіңізге болады. Барлығы түзу, барлығы ровненько болу керек. Егер де бәрі дұрыс болатын болса, онда иншалла біз тігісімізді жүргіземіз. Мен өлшеп алдым, барлығы менде дұрыс. Енді мен аламын да бір жақ шетінен бастап айналдырып тігіс жүргіземін. Мына тігісті жүргіздім, айналдырып. Енді мына жаңағы көктеген жібіміз бар ғой. Осы көктеген жібімізді біз аккуратно алып тастаймыз. Бұл бізге уже керек емес. Осылай ақырындап тартып отырсаңыз, өзі иншаллах шығады. Кейбір жерлерде мен тігістің астына кетіп қалған. Сол үшін түстес жіп алатын болсаңыз, онда сіз қиналмай сол неңізді, көктелген жіпті түбінен қия саласыз. Бұл сол күймен қала беруіне болады. Ал жеңіл шыққан жерлерді біз обязательно алып тастаймыз. Бұйымның астары міндетті түрде таза болу керек. Көрдіңіз бе? Все, жіптердің барлығын алып тастадым. Енді мен осыны үтіктеу керек болм. Үтіктеген кезде менің мына тігісім, яғни мына горянкамның маңдай жағы бар, сол бүйтіп артқа қарап жатады. И дәл осылай үтіктейміз. Мені үтіктедім. И менің тігістерім осындай теп-тегіс әп-әдемі болады. Енді бізге последний штрих қалды. Бұл последний штрих біздің астыңғы обработкамыз. Астыңғы обработканы жасаған кезде қараңыз. Егер сізде бытовой оверлок болатын болса, онда сіз ролевой, яғни роликовый шов жасауыңызға болады. Менде басқа бұйымдарда сондай тігіс бар. Мысалы, мына біреу химарда менде осындай роликовый шов, қараңыз қандай аккуратный тігіс болып шығады. И егер де бар болатын болса, инструкцияңызды ақтарып, немесе Google'дан, YouTube'дан қарап, өзіңіздің машинкаңызға роликовый шов настройкасын жасап, осыны істеуіңізге болады. Егер жоқ болатын болса, қарапайым оверлок бар ғой, сол оверлокпен жүргізіп шығасыз да. Мені мысалға мен оверлокпен жүргізіп шығамын да, и ішке қарай қайырамын да, мына жақтан тура осылай мені 0,1 тігіс жүргізіп шығамын. Мені менің оверлогым осылай болатын болса, мен мына біреуді 5 мм болса осыны былай қайырамын және осындай тігіс жүргізіп шығамын. Сонда менің тігісім тура осындай болып шетінде шығады. Мен дәл қазір бұны роликовый оверлокпен, бытовой оверлокпен роликовый шов жасап шығамын. Мен үшін ең ыңғайлысы осы. Сонымен біздің бұйымымыз дайын болады және манекеннен көретін боласыз. Міне мен оверлоктап шықтым роликовый шовпен. Осындай мен аккуратный болып шығады. Қазір иншаллах манекенде көрсетемін. Так, смотрите, біздің горянкамыз дайын болды. Бұл манекенде тура осылай көрінеді. Алдыңғы жағы сәл кіндіктен төмен, артқы бойы болса бөкседен төмен болып келеді. Посадкасы просто идеальный. Қараңыз. Прям шикарный болып шыққан. Егер де сіз барлығын тура осылай дәлме-дәл істейтін болсаңыз, онда сізде де тура осындай нәтиже шығады. Мен айтқан өлшемдердің барлығын істеуге тырысыңыз. Иншаллах тіккен бұйымыңызбен менімен бөлісуді ұмытпаңыз.